Салам достар, бүгін біз сіздермен қаймақты соустағы тауықтың етін пісіреміз. Ол үшін табаға май құямыз, оны қыздырамыз. Оған тауықтың етін саламыз. Тұз, бұрышымызды қосамыз. Және етімізді мұқият қуырамыз. Содан соң оған пияз қосамыз. Қуырамыз. Ұсақтап туралған сарымсағымызды қосып, тағы да қуырамыз. Содан соң қаймақ қосамыз. Қаймағымыз қоюлы болғаны жөн. Оның бетіне аздаған су қосамыз. Суды көп қосуға болмайды, соусымыз қатты сұйық болып кетпес үшін. Содан соң қақпағын жауып, 5 минуттай бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосуға болады. Біздің қаймақты соустағы тауықтың еті әзір. Дәмі керемет болып шықты. Қарағандарыңызға рахмет.